Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, сенімен бірге қазақша онлайн бизнес каналы. Сен бұл каналдан интернетте қалай ақша табуға болатынын біле аласың. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Бүгін мен саған интернет арқылы ақша табуға болатын новый сайт көрсеткім келіп отыр. Егер де саған интернет арқылы ақша табу деген тематикадағы видеолар қызық болатын болса, міндетті түрде осы видеоға алдын ала лайк басып, видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сонымен интернет арқылы ақша табуға болатын новый сайт мынандай сайт. Сайттың аты ProxyLux. Бұл сайттың ссылкасын Telegram каналыма пост ретінде шығаратын болам. Ол посттың ссылкасын осы видеоның описаниясына тастайтын болам. Егер де мына сайт қызық болатын болса, осы видеоның описаниясынан қарауыңа болады бұл сайттың ссылкасын. Сосын көріп отырғаныңдай, менде Телеграмда мынандай каналым бар, қазақша онлайн бизнес деген. Мен бұл Телеграм каналға интернетте ақша табуға болатын сайттардың ссылкасын салып отыратын болам. Сосын Телеграм арқылы ақша табуға болатын боттардың ссылкасын шығарып отыратын боламын. Егер де саған интернет арқылы ақша табу деген тематикадағы информациялар қызық болатын болса, Telegram каналыма жазылуыңа болады. Telegram каналымның ссылкасы осы видеоның описаниясында. Сонымен, бұл сайт арқылы ақша табу үшін ең бірінші бұл сайтқа тіркелесің. Тіркелу жағын көрсетпеймін. Кез келген адам кез келген сайтқа тіркеле алады деп ойлаймын. Бұл сайттың ашылғанына 35 күн болған. Бұл сайтта 345 адам бар. Бұл сайт 854 рубль төлеген уже. Бұл сайт арқылы ақша табу үшін мына жерде көріп отырғаныңдай зарабатывать деген кнопкаға басасың. Бұл сайт арқылы, егер де сенде сайт болатын болса, сайтың арқылы ақша табуға болады. На своем сайте деген кнопкаға басасың, сол кезде мынандай бетке тап боласың. Сайтың болатын болса, активировать партнерскую программу деген кнопканы басасың. Сенің сайтыңды бұл сайттың администраторлары тексеріп қарайды. Егер де сенің сайтың мына сайттың администраторларына ұнайтын болса, сенің сайтыңнан мынандай рекламный баннерлар шығару мүмкін. Яғни сенің сайтыңнан мынандай рекламный баннерлер шығаратын болса, саған ақша төлейді. В общем, түсіндің деп ойлаймын. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер де сенде сайт болса, міндетті түрде осы ақша табу тәсілін қолданғаның дұрыс. Егер де сайт болса, менде сайт жоқ, сондықтан да мен бұл ақша табу тәсілін қолдана алмаймын. Екінші жолы бұл сайт арқылы ақша табудың на серфинге сайтов дейді. Яғни серфинг жасағаның үшін ақша төлейді бұл сайтта. Егер де букстармен жұмыс жасап жүрген болсаң, серфинг сайтовтың не екенін білесің деп ойлаймын. Ал егер де білмейтін болсаң, мысалы ретінде көрсетемін. Мысал үшін, мына кнопкаға басамыз. Мына сайтта 20 секунд отырамыз, таймер біткенше күте тұрамыз. Күтуімізге тура келеді. Таймер бітті, енді біздерге мынандай капча көрсетіп тұр. Пройдите проверку дейді. Мынандай картинка көрсетіп тұр. Біздерге бұл сайт мышықтың суреті, сосын мынандай кішкентай күшіктің суреті. Ең бірінші мышықтың суретіне басамыз, содан кейін күшіктің суретіне басамыз. Просмотр засчитан дейді. Біздерге бұл жерде қанша ақша төлеу керек? Копейка төлейді жалпы. 2 копейка төлейді. Менің счетымда 15 копейка қазір обновить етіп қараймыз. 18 копейка болды. В общем, серфинг арқылы осылай ақша табуға болады. Егер де саған қызық болатын болса, серфинг арқылы ақша табу маған қызық емес, сондықтан да мен бұлай ақша таппаймын. Бұл сайт арқылы ақша табудың үшінші жолы на сокращалках дейді.
яғни кез келген сайттың ссылкасын бұл сайт арқылы қысқартып ақша табуға болады. Егер де сен CatCut сайты туралы білетін болсаң, CatCut сайты арқылы қалай ақша табуға болатынын білетін болсаң, міне мына сайтта да сондай нәрсе бар. Добавить ссылку деген жерге кез келген ссылканы қоясың. Мен мысалы үшін мына жерде өзімнің видеомның ссылкасын қойдым, мына жерге добавить дегенді бастым, сосын мынандай қылып шығарып берді. Мынау ютубтағы видеомның ссылкасы мына сайттың қысқартып берген ссылкасы. Мына ссылка арқылы өтетін болса бір адам, қазір мысал ретінде көрсетем, ссылканы копировать етіп алдық. Мынандай реклама көрсетеді. 15 секунд күтеміз. Это рекламный шлюз. Пожалуйста, подождите немного. Сейчас вы будете перенаправлены на нужный вам сайт. Күте тұрамыз. Мынандай капча шығарды. Пройдите проверку дейді. Мынандай сурет. Пілдің суреті, сосын мынандай кішкентай машинканың суреті. Пілдің суретіне басамыз, машинканың суретіне басамыз. Біздерді қазір менің видеома жіберу керек. Просмотр засчитан дейді. Көріп отырғандай менің мынандай видеома жіберді ютубтағы. Обновить етіп қараймыз. Үш переход 4 копейк төледі. Мына жерде 18 копейк еді, 20 копейк болды. В общем, осылай мына сайт арқылы қысқартқан ссылкаңды адамдарға жарнамалауға болады. Мысалы үшін әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңа таратуға болады. Адамдар дәл жаңағындай қылып рекламировать етіп жатқан ссылкаға өтеді, жаңағындай 15 секунд күтеді. Капчаны дұрыс шешу керек, сол кезде саған азғантай копейк төлейді. Бұл да түсінікті. Келесі задание дейді. Яғни бұл сайт арқылы тапсырма орындауға болады. Бұл сайтта әлі тапсырмалар ондай көп емес, тіпті азғантай деп айтуға болады. Бірақ бұл тапсырмаларды да орындауға болады. Мысал үшін автоматический заработок на трафике Honeygain дейді. Мына тапсырманы орындағаның үшін 30 рубль төлейді. Тапсырманы орындағың келетін болса, тапсырманы ашып қарайсың. Мысал үшін не істеу керек? Зарегистрироваться по ссылке, яғни мына реферальный ссылка арқылы тіркелуің керек. При регистрации по моей ссылке вы получаете бонус $5 дейді. Содан кейін скачать и установить программу Honeygain на компьютер или смартфон дейді. Накопить минималку $20 на вывод. Подать отчет можно запускать большое количество программ, тем самым увеличивая ваш доход. В общем, мына тапсырманы орындау үшін мына жерде жазылған условияның барлығын дұрыс орындайсың. Содан кейін указать свой email. Яғни мына сайтқа тіркелген кезде қандай emailін жаздың, сол emailіңді отчетқа жазасың. Ең бірінші тапсырманы орындау үшін выполнить задание дегенді басасың. В общем, осылай тапсырма орындап ақша табуға болады. Бұл енді қиындау тапсырма. Сосын жай ғана регистрация жасағаның үшін, мысалы үшін 2 рубль төлейді. Тапсырманы орындағың келетін болса, тапсырманың үстіне басасың, тапсырманың условиясын оқисың. Мысалы үшін регистрируемся по ссылке дейді. Мына ссылка арқылы тіркелесің. Мына ссылка арқылы тіркелместен бұрын ең бірінші выполнить задание дегенді басасың. Содан кейін ғана мына ссылка арқылы тіркелесің. Содан кейін что нужно отправить для подтверждения дейді. Свой номер кошелька в систему Payer. В общем, осындай қарапайым оп-оңай тапсырмалар орындау арқылы ақша табуға болады бұл сайт арқылы. Бұл сайтта көріп отырғандай тапсырмалардың саны өте аз, бірақ
тағы да 1-2 айдан кейін уже бұл сайтта тапсырмалардың саны өте көп болады бұйырса. Енді бұл сайт арқылы тағы да көбірек ақша тапқың келетін болса, бұл сайтқа реферальный ссылкаң арқылы рефералда шақыруыңа болады. Реферальный ссылкаңды алу үшін личный кабинет дегенге басасың, мои рефералы дегенге басасың. Ваша реферальная ссылка деген жерден өзіңнің реферальный ссылканы копировать етіп аласың, сосын достарыңа, тағы да басқа адамдарға өзіңнің реферальный ссылкаңды рекламировать етесің. Көріп отырғаныңдай, бұл сайтта 3 уровеньді реферальный система. Бірінші уровеньдегі рефералдар ол сенің реферальный ссылкаң арқылы тіркелген рефералдарың, екінші уровеньдегі рефералдар сенің рефералдарыңның рефералдары. Үшінші уровеньдегі рефералдар сенің рефералдарыңның рефералдары. В общем, бұл сайтқа рефералдар шақыру арқылы көбірек ақша табуға болады. Енді бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды шығару үшін финансы дегенге басасың. Тапқан ақшаңды шығару үшін вывести деген кнопкаға басасың. Көріп отырғаныңдай, бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды Яндекс кошелекке, сосын Payeer кошелекке шығарып алуыңа болады. Бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды шығару үшін минимально бұл сайт арқылы 5 рубль табуың керек. Сонда ғана бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды шығара аласың. Сосын тапқан ақшаңды ешқандай комиссиясыз шығаруыңа болады. В общем, осындай керемет сайт. Егер де бұл сайт саған қызық болған болса, бұл сайттың ссылкасын менің Telegram каналымнан табуыңа болады. Сонымен, бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, бұл видеодан өзіңе бір пайдалы нәрсе ала алған болсаң, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.